Кореядағы почти 1%-ға кіретін ең атақты компаниялардың бірі. Және де Кореядағы ең үлкен 123 қабат, мына 123 қабатқа келдік. Дәл осы биік ғимаратта біздің қайнынымыз жұмыс жасайды. Менің қайнынымның компаниясымен таныстыратын боламыз. Кореядағы топ компанияның іші қандай, жұмысшыларына қандай мүмкіндік берген, керемет ғимаратта жұмыс істеу үшін кім болып жұмыс жасау керек, айлықтары қанша, условиясы қандай. Кез келген адам кіре алмайды. Не осында жұмыс жасауын керек, не осында жұмыс жасайтын адамдардың туысы танысы болуын керек. Біздің қайнынымыз осында жұмыс жасайтындықтан алдын ала тіркеліп, біздің данылардың барлығын беріп, осылай код арқылы карта береді. Бұл карта болмаса ешқайда кіре алмайсыз. Мінетін кезіңізде ішінде сандарды баса алмайсыз. Тек қана осылай сыртында ғана қай қабатты басасыз, сол қабатқа кіре аласыз. Офисқа кіретін кезде тек қана осындай жұмысшының кілтімен ғана ашып кіреміз картасымен, одан бөлек ашылмайды. Мына жерде 37-ші, 38-ші қабат толығымен қайнынның компаниясы. Анау қарама-қарсы бетте 4-ші этажда осы қайнынымыздың офис екен. Жұмысшылары өте көп, сондықтан офисті екі жақтан қатар алған. Осы жерде жұмыс істегенді армандап, осындай офисім болса деп армандап отырсам, баламның терезеге қарап тұрған түрін қарап, балам дәл осындай биік ғимаратта Сеулді алақандағыдай көретіндей, осылай артында жұмысшылары көп, өмірде жолы болған адам болса екен деп бір армандап алдым, шыны керек.